Саламатсыңдар ма балдар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы митоз, мейоз сатыларын салыстыру, митоз кезеңдерін зерттеу. Сабақтың басты мақсаты мейоз кезеңдерін сипаттау, митоз және мейоз үдерістерін салыстыру. Бағалау критерийлері жасушаның бөлінуін ажырата алады, митоздың фазаларындағы ерекшеліктерді түсіндіреді, мейоз фазаларындағы жүру ерекшеліктерін толық ажыратады. Жасушаның бөлінуінің үш жолы бар: амитоз, митоз, мейоз. Амитозды бөліну қарапайымдыларға тән. Митоз бұл күрделі бөліну, сома, дене жасушаларының бөлінуі. Мейоз жыныс жасушаларының бөлінуі. Жасушалардың бөлінуі митоз және мейоз. Жасушалық айналым жасушаның жарық дүниеге келуінен келесі еншілес жасушалардың түзілуіне дейінгі тіршілігі. Жасушалық айналым кезеңдері интерфаза және бөліну үдерісі. Интерфаза бұл кезде жасушалар өседі, АТФ жинақталады, органоидтар саны артады, хромосомалар 2 еселенеді, хромосоманың әрқайсысы 2 хроматидтен тұрады. Жасушалардың бөліну үдерісі митоз және мейоз. Митоз кезінде барлық эукариоттардың дене жасушалары митоз арқылы бөлінеді. Митоз ағза үшін тіршілігін жойған жасушалардың орнын толтыру үшін керек. Нәтижесінде хромосомалар жиынтығы өзгермеген 2 еншілес жасуша пайда болады. Ал мейоз кезінде барлық эукариоттық жыныс жасушалары мейоз арқылы түзіледі. Аталық және аналық гаметалары түзілу үшін керек. Нәтижесінде бір аналық жасушадан хромосома жиынтығы 2 есе кеміген 4 еншілес жасушалар түзіледі. Митоз фазалары профаза, метафаза, анафаза және телефаза. Мейозды бөліну 2 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең редукциялы бөліну, екінші кезең эквационды бөліну. Бірінші кезең редукциялы бөлінуде хромосома саны 2 есе азаяды. Екінші кезең эквационды бөлінуде жыныс жасушаларының пайда болуымен аяқталады. Мейоз сатылары бірінші мейоз және екінші мейоз. Бірінші мейозда профаза, метафаза, анафаза, телефаза, ал екінші мейозда профаза, метафаза, анафаза және телефаза. Мейоз бірінші профазасының сатылары жіңішке жіпшелер сатысы. Оны лептотена деп атайды. Мұнда хромосомалар жіпшелер 2 еселеніп шумақ түзеді. Екінші қосарланған жіпшелер сатысы. Оны зиготена деп атайды. Мұнда гомологты хромосомалар бір-біріне тартылып жақындасады. Яғни оны конъюгация деп атайды. Үшінші кезең жіпшелердің бір-бірінен алыстау сатысы. Оны диплотена деп атайды. Жақынданған хромосомалар бір-бірінен ажырайды, хиазмалар түзеді. Ұқсас хромосомалар өздерінің үлескілерімен алмасады, яғни кроссинговер жүреді. Митоз бен мейозда. Митозда хромосома саны 2 есе көбейеді, мейозда хромосома саны 2 есе азаяды. Митозда хромосома саны 2 есе көбейгендіктен 2N деп аталады. Мейозда хромосома саны 2 есе азайғандықтан 1N деп аталанады. Конъюгация бұл сәйкес хромосомалардың жақындасып қосылуы, ал кроссинговер қосылған хромосомалар арасындағы үлескілермен, яғни гендердің алмасуын айтады. Осы тақырып бойынша бейне роликке назар аударайық. Интерфаза кезінде жасушалық бөлінудің басталуы үшін генетикалық материалдың 2 еселенуі қажет. Мұны репликация деп атайды. Профазада хромосомалар түзіле бастайды. Ахроматин, яғни ұршық жіпшелерін түзу үшін центрольдер нәруз жіпшелері бойымен өтіп, жасушаның қарама-қарсы полюстеріне өтеді. Профазаның соңында ядроның мембранасы жойылады және ахроматин, яғни ұрық жіпшелері хромосомалармен байланысады. Өз кезегінде олар жуандап, анығырақ көріне бастайды.
Метафазада жасуша хромосомалары жасушаның экватор жазықтығына бойлай орналасқан. Олар арнайы қалыптасқан. Бұл митоздың ең қысқа фазасы. Сонымен қатар хромосомалар неғұрлым тығызырақ болады. Сол себепті анық көрінеді. Бөлініп жатқан жасушада ахроматин, яғни ұрық жіпшелері тығыздалып, қысқара бастайды. Анафазада хроматиттер деп аталатын хромосомалардың жартысы жасушаның қарама-қарсы полюстеріне тартылады. Олар еншілес хромосомалар деп аталады. Телофазада ядро бөлініп бітеді, және бұрынғы өзінің интерфазалық күйіне оралады. Хромосомалар кері ширатылып, хроматиннің ұзын жіңішке жіптерінің формасын қайта қабылдайды. Ахроматин, яғни ұршық жіпшелері жойылады да, кариолема қайта түзіледі. Сонымен жаңа бейнероликтегі көргендегідей, бұда жаңағы хромосомалардың бір-бірімен айқасқандығын көріп тұрмыз. Ал кротин-гоберде гомологиялық хромосомалар бір-бірімен үлескісімен алмасып тұр. Миоз профазасы бұл кезде хромосомалар спиралданады, оның нәтижесінде айқын көрінеді. Метафаза кезінде екеселенген хромосомалар экватор жазықтығына жинала бастайды. Анафаза кезінде ахроматин жіпшелер жас хроматиттерді іліп алып, жасушаның екі полюсіне тартылады. Телефаза кезінде хромосомалар тең екі бөлікке бөлінеді, ядро жарақшасы түзіліп, екі аналық жасуша пайда болады. Митоздың профазасының өзінде мұнда ядро жарақшасы ери бастайды, центриол екеселенеді, полюстерге қарай ажырайды. Профазаның аяғында бұл кезде екеселенген хромосомалар экватор жазықтығына жинала бастағанын көруге болады. Метафаза кезінде екеселенген хромосомалар экватор жазықтығының тура ортасында түзіледі. Анафаза кезінде ахроматин жіпшелер жас хроматиттерді іліп алып, жасушаның екі полюсіне тартылды. Телефаза кезінде хромосомалар тең екі бөлікке бөлінеді, ядро жарақшасы түзіліп, жас жасушалар қалыптаса бастайды. Телефазаның аяғында жас жасушалардың ортасынан бөлінгендігін көруге болады. Сонымен осы сабақ бойынша сендерге тапсырма. Бірінші тапсырма. Суретті талдап митоздың фазаларын жаз. Суретте 4 митоздың фазалары бейнеленген. Ол бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Яғни осылардың аттарын жазуымыз қажет. Дескрипторы митоз фазаларын сипаттайды, миоз фазаларының ерекшеліктерін ажыратады. Сонымен тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауабын тексереміз. Бірінші профаза, екінші метафаза, үшінші анафаза, төртінші телефаза бейнеленген. Екінші тапсырма. Суретті талдап шаршыға миоздың фазаларын жазу қажет. Мұнда жаңағы миозда бірінші және екінші, үшінші, төрт шаршы бейнеленген, солардың ішіне әрқайсының аттарын жазуымыз қажет. Миоз 2-де бұда да шаршы бейнеленген, сол шаршылардың ішін толтыруымыз қажет. Дескриптор жасушаның бөлігін сипаттайды, миоз фазаларын ерекшеліктерін ажыратады. Сонымен тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауабын тексереміз. Миоз біріншіде профаза 1, метафаза 1, анафаза 1, телефаза 1. Миоз 2-де екінші профаза, екінші метафаза, екінші анафаза, екінші телефаза. Енді үшінші тапсырма. Митоз фазалары мен сипаттамаларды сәйкестендіру. Яғни, жаңағы АВСД деп белгіленіп тұр. Бұда бірінші анафаза, бірінші профаза, бірінші телефаза, екінші телефаза.
бірінші, екінші, үшінші, төртінші деп белгіленіп тұр. Бұда бірінші конъюгация, яғни крассинговер, екі гаплоидты жасушалардың түзілуі, екінші, үшінші, төрт гаплоидты жасушалардың түзілуі, төртінші, центромераның ажырауы және жасушадағы полистеріне қарай хроматидтердің тартылуы. Дескрипторы митоз жасушаларының бөлуін сипаттайды, митоз фазаларындағы ерекшеліктерді ажыратады. Сонымен тапсырманы орындап болсақ, дұрыс жауабын тексереміз. Дұрыс жауап. А. Бірінші анафазада центромераның ажырауы және жасуша полистеріне хроматидтің таралуы. В. Бірінші профазада конъюгация және крассинговер. Үшінші С. Бірінші телефазада екі гаплоидты жасушалардың түзілуі. Д. Екінші телефазада төрт гаплоидты жасушалардың түзілуі. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.